Құрметті тіл ғылымы каналының көрермендері, мен бүгін сіздердің назарларыңызға ономастикалық дискурстың мифологиялық аспектісі туралы ақпарат ұсынғым келеді. Жалпы ономастикалық дискурстың бір түрі ретінде анықталады. Дискурс дегенді қарапайым сөзбен түсіндіретін болсақ, ол қарым-қатынас барысындағы сөз әрекеті. Яғни қарым-қатынас барысында сөзді түзуші бар және сөзді қабылдаушы бар. Сол сөзді түзушіден шыққан сөздің сөзді қабылдаушыға жетіп қабылданған аралығы бұл дискурс деп аталады. Ономастикалық дискурстың өзіне тән ұлттық ерекшелігі болады. Және ол көп аспектілі болады, күрделі құрылымы болады. Ономастикалық дискурс тілді, оның ішінде ономастикалық бірліктерді меңгерудің және оны қолданудың, яғни пайдаланудың теориясы мен практикасы деп түсіндіруге болады. Ономастикалық дискурста тіл меңгеріледі, оның ішінде ономастикалық бірліктер меңгеріледі. Сол арқылы тілдік тұлға қалыптасады. Онимдер, яғни ономастикалық бірліктер, олар этномәдени ақпаратты тасымалдайды. Ономастикалық бірліктер, онимдер, бұлар мәтін кітапханасы тәрізді болып тұрады. Яғни олар тілде белгілі бір атауларды атап, соны өз мазмұнында сақтайды. Және сол өз мазмұнында сақтаған этномәдени ақпаратты ономастикалық дискурс барысында белгілі бір мағыналық мәнге айналдырады. Оны мағына кітапханасы деп атаймыз. Ономастикалық дискурстың негізгі дискурстық бірлігіне ономастикалық атаулар, ономастикалық мәтіндер жатады. Ал ономастикалық дискурстың мифологиялық аспектісі деген кезде біз сол мифоантропоним, мифотопоним, мифофетонимдерді және мифтік мәтіндерді, сол атаулармен сабақтастырылатын мифтік мәтіндердің байланысын қарастырамыз. Ономастикалық бірліктер ономастикалық дискурста дискурстың шикізаты болып табылады. Яғни қандай да бір ономастикалық атауларды пайдаланып сөз әрекеті түзіледі. Және екі сөйлеушінің немесе одан да көп сөйлеушілердің өзара сөз әрекетінің нәтижесінде, қарым-қатынасының нәтижесінде, тілдік қарым-қатынасының нәтижесінде тағы да мәтін түзіледі. Ол дискурстың өнімі болып саналады. Сондықтан ономастикалық бірліктер олар ұлттық код болып саналады. Өйткені олардың мазмұнында этномәдени, тарихи, этностың болмысы мен тарихынан, мәдениетінен хабар беретін ақпараттар жинақталады. Және сондай ақпараттардың бірі бұл этностың ең алғашқы дүниетанымы, яғни мифтік дүниетаным. Сондықтан ономастикалық бірліктерді біз тарихи жад, тілдік жад деп түсінеміз. Жалпы ономастикалық дискурс мәселесін мифологиялық аспектіде қарастырған кезде ғылыми зерттеулерде қолданып жүрген, ономаст ғалымдардың зерттеулерінде қолданылып жүрген ұғымдарға сүйенеміз. Бұл әлемнің ономастикалық бейнесі деген когнитивтік база, когнитивтік код және тілдік код деген ұғымдарға берілген анықтамалар бар. Әлемнің ономастикалық бейнесі қоршаған ортаны, әлемді түсінудің ментальді формасы деп анықталады. Когнитивтік база дегеніміз қандай да бір ұлттық лингвомәдени қауымдастық өкілі мен мәдени менталитет иелерінің барлығына бірдей тән, санасына нақты бір ретпен құрылымдалған, міндетті түрде болатын білімдер мен ұлттық детерминденген және ықшамдалған түсініктердің жиынтығы. Ал когнитивтік код тіл субъектісінің санасындағы ақиқат дүниенің картинасы, ұрпақтан ұрпаққа тасымалданған білімдер жүйесі. Тілдік код ақиқат дүние туралы білімді сақтап тұрған тілдік бірліктер мен атаулар. Нұргелді Уәлиевтің ғылыми зерттеуінде ескі дүниенің кілті, яғни құпияның кілті осы тілдік код пен когнитивтік кодтың екеуі бір тұтас бірге қарастырылған кезде ғана ашылатындығы, кейінгі ұрпаққа түсінікті болатындығы айтылған. Қазығұрт мифотопонимінің қазақтың тілдік санасындағы мифологиялық көрінісін осы ізбенен, осы ұғымдарға сүйене отырып, өзімізше талдап көрейік. Бұны талдаудың негізгі себебін біз мынандай нәрселермен байланыстырамыз. Бірінші, Қазығұрт топонимінің діни мифологиялық сипаты орныққан. Ол туралы аңыз-әңгімелердің түрлі нұсқасы молынан кездеседі. Және этнолингвистикалық тұрғыдан Қазығұрт топонимі зерттелген. Енді мифологиялық аспекті де қарастырылуда. Жалпы Қазығұрт топонимін мифотопоним деп есептеуге болады, өйткені ол мифологиялық наным сенімді білдіретін мәтінмен, біліммен бекіген. Мифотанымдық білім бұл ұлттық білімнің когнитивтік базасының құрамдас бөлігі болып саналады, және ол танымдық модельде де бекітіледі.
Қазығұрттың басында кеме қалған, ол әулие болмаса неге қалған, ішінде екі қозы болған екен, Шопан ата деген сөз содан қалған деген мифтік мәтін Қазығұрт топонимінің жалпы мифтік бейнесін бекіткен. Қазығұрт пен мифі атаулар сабақтаса қолданылады. Бұл атаулардың қатарына Нұх пайғамбар, Адам ата, Хауана, Қамбар ата, Ойсылғара, Шопан ата, Қазығұрт, Айбарша, Қазығұрт ата, Ақбур ата, Шілтер ата, Көзді ата, Аңғар ата, Қызыл ата, Қайнар ата, Мейрам ата деген мифі атауларды атауымызға болады. Жалпы Қазығұрт мифі топонимінің жекелік және ұжымдық тілдік санадағы ассоциативтік бейнесі бар. Осы ассоциативтік бейнесін танымдық модельдерге сайып топтастырсақ, Қазығұрт Нұх пайғамбар кемесі, Қазығұрт Топан су, Нұх пайғамбар кемесі, Шопан ата, Ойсылғара, Қамбар ата, Қазығұрт Қорқыт ата, Қазығұрт Адам ата, Хауана, Қазығұрт Айбарша деген танымдық модельдерге топтастыруға болады. Қазығұрт тауы Нұх пайғамбар кемесі танымдық моделіне лингвистикалық және концептуалдық талдау жасап, тілдік кодты реконструкциялауға болады. Бұл кезде негізінен бұл танымдық модельдің құрамындағы үш компонент ажыратылады. Бұл ұғымдық немесе фактуальды компонент, бейнелі ассоциативтік компонент және құндылық компоненті. Ұғымдық немесе фактуальды компоненті осы танымдық модельде Қазығұрт деген Қазақстан оңтүстігінде орналасқан тау атауы болса, Нұх пайғамбар кемесі бұл Нұх пайғамбар Топан су қаптағанда мінген кеме. Ал бейнелі ассоциативті компонентіне Қазығұрт тауы дүниені Топан су басқан кезде су баспаған жалғыз тау, басқа таулардан биік болмаса да су астына шөкпеген ерекше киелі тау болып саналады. Ал құндылық компоненті Нұх пайғамбардың сұрауымен Алланың рахымшылығы түсіп, кемедегі тіршілік иелерінің тірі қалуы, адамзат дамуының бастау көзіне айналуы. Нұх пайғамбар кемесінің тіршіліктің екінші қайтара басталуы, екінші рет адамзат дүниесінің басталуы деп есептеледі. Ал біріншісі негізінен Адам ата мен Хауананың мифке сүйенсек, олардың жұмақтан қуылып жерге түсірілуіне байланысты дамыған. Қазығұрт әулие мен Топан су деген танымдық модельдің лингвистикалық концептуалдық талдауы, яғни оның компоненті үш мынандай ұғымдық немесе фактуальды компоненті. Қазығұрт бұл Алатаудың батыс баурайында Аласатауда өмір сүріп, Құдайға құлшылық еткен әулие кісі. Бейнелі ассоциативті компоненті Қазығұрт әулие Құдайдан мінәжат етіп, дұға оқу арқылы халыққа араша түскен тіршілік иесі. Құндылық компоненті Қазығұрт әулие ар тазалығы, адалдық пен пәктіктің символы болатындығы. Келесі танымдық модель Нұх пайғамбар кемесі, Шопан ата, Қамбар ата, Ойсылғара, Зеңгі баба. Ұғымдық немесе фактуальды компоненті төрт түлік мал түрлері: Шопан ата қойдың пірі, Қамбар ата жылқының пірі, Ойсылғара түйенің пірі, Зеңгі баба сиырдың пірі. Қондыбай Қамбарға қатысты мәліметтерді жинақтай келе, оны ежелгі далалық образ деп келтіреді. Оған дәлел ретінде жырдан көл иесі Қамбар-ау, шөл иесі Қамбар-ау, қарағыма көз салау деген жолдарды келтіреді. Бейнелі ассоциативті компоненті төрт түлік малдың тұяғы тиген жерлердің киелі саналып, соның негізінде пірге айналуы. Бұл танымдық модельдің құндылық компоненті төрт түлік қазіргі түркі халқының тұрмысында күнкөріс пен тіршіліктің негізгі көзі екендігі. Келесі танымдық модель Қазығұрт тауы Қорқыт ата. Ұғымдық немесе фактуальды компоненті Қазығұрт Қорқыт ата жырында кездесетін тау атауы, Оғыз ханның күңінен туған 6 баласының атының бірі. Қорқыт ата түркі халықтарына ортақ ұлы ойшыл, жырау, қобызшы. Бейнелі ассоциативті компоненті Қорқыттың өзі Қазы Қорқыт деген, яғни Қазығұрт деген атаудың өзі Қазы Қорқыт, әділ Қорқыт деген сөзден біріккен деп түсіндіріледі. Яғни Құдайдан мінәжат еткен Қорқыт дұға оқу арқылы халықты Топан судан арашалап қалған әулие болып саналады. Солай ассоциацияланады. Құндылық компоненті Қорқыт ата халық қамқоршысы, қолдаушысы. Келесі танымдық модель Қазығұрт тауы Адам ата, Хауана. Ұғымдық немесе фактуальды компоненті Адам ата Құдай өзі жасаған алғашқы адам, Хауана күллі адамзат атауының анасы, Адам атаның зайыбы. Бейнелі ассоциативті компоненті ортасынан қақ бөлінген жартас, Адам ата мен Хауананың бейнесі. Қос жартастың арасынан өту арқылы адамдар өзінің бойындағы қорқыныш пен жамандықтан арылуға талпыныс жасайды, әрі сәбилі болғысы келетін адамдардың тілегін қабыл ететін киелі орын. Құндылық компоненті ерлі зайыптылар арасындағы отбасылық құндылықты ұрпақ жалғастығын насихаттау. Қазығұрт тауы мен Ғайып-ерен 40 шілтен танымдық моделіндегі ұғымдық немесе фактуальды компонент 40 дене, 40 әулие, пір. Адамдар арасында кезбе дәруіштер немесе жарлы жақыбай ұқсау өмір сүретін көзге көрінбейтін рухтар.
Бейнелі ассоциативті компоненті адамды қолдап жүретін, бірақ көзге көрінбейтін рух — бұл қыдыр. Құндылық компоненті бүкіл дүниені басқарып отыратын, адамзатты қолдаушы, қамқоршы құдіретті әулие. Жанашырлық танытып, адамдарға әрқашан көмекке келу, жолаушыға қысылған адамға қол ұшын беру. Келесі танымдық модель қазығұрт айбарша. Ұғымдық немесе фактуалды компоненті. Қазығұрт елді жаудан қорғаған батыр, айбарша ханның қазығұртқа ғашық болған 30 жылдың ішіндегі жалғыз қызы. Бейнелі ассоциативті компоненті екі жастың шексіз сүйіспеншілігін сипаттайтын мәңгілік махаббат символы. Дастархан айбарша қыз тілегінің о дүниелік тойының қабыл болуының белгісі. Айбаршаның ағалары қазығұртты өлтіргеннен кейін Айбаршаның өзі де Алла тағаладан, Құдайдан өлім тілейді. Сол кезде оның тілегі қабыл болады. Соның қабыл болғанын естігенде Айбарша қуанып, о дүниелік тойын осы дүниеде жасайды. Оның дастарханынан аңыз бойынша Алланың өзі дәм татқан деп есептейді. Хауана мен Адам атаның жартасында осы дастархан бейнесі орналасқан. Бұл қазіргі тілдік санада ассоциацияланады. Құндылық компоненті әділдіктің салтанат құруы, зұлымдықтың жеңілуі, шынайы махаббаттың мәңгілігі, шын ниеттің қабыл болуы. Бұл танымдық модельдер әрине осы танымдық модельдерді жасауға негіз болған мифтік мәтіндердің мазмұнын білген кезде ғана түсінікті болады. Жалпы қорытатын болсақ, қазығұрт мифотопонимі қазақтың тілдік санасында тау культімен байланысты, жалпы мифологиялық жүйе заңдылығына сай, үш деңгейде аспан, жер асты байланыстырушысы ғана емес, қос тағанды, яғни қарама-қарсылықты, жақсылық пен жамандықты, әділеттілік пен әділетсіздікті, өмір мен өлім біртұтастығын тұтастыратын сипатқа ие. Қазығұрттың дүниенің үш деңгейіне де ортақ, соларды байланыстырушы қазық ретіндегі сипатын бәйтерек бейнесімен тепе-тең түсетін бейне символ деп есептеуімізге болады. Негізгі олай деуіміздің негізі тілдік санада мынадай мифтік ақпараттар орныққан. Қазығұрт арқылы жаратушы адамзаттың екінші рет ұрпақ жаюына мүмкіндік берді. Қазығұрт пенделердің тілегін жаратушыға жеткізіп қабыл ететін орын. Қазығұрт пенделік күнәлары мен кінәлары бар адамдардың жаратушы Алладан кешірім сұрап кешірім алатын орны. Адам ата мен Хауана таңба белгісінің арасынан өткенде кейбір жандардың өте алмай қалуының себебімен байланыстырылуы. Мұны басқа биік таулардың емес, топан су қаптағанда Нұх пайғамбар кемесінің осы тауға тірелуінің жаратушының